Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі пәні 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ашы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, с жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Балалар, енді кітабымыздың 76-шы бетінде назар аударайық. 17-ші жаттығу. Ертегіні оқы. Ертеде. Бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетіпті. Қарлығаштар шөлден қиналды, ағаштар қурап, гүлдер солып қалды. Шөлдеген құстар желден көмек сұрайды. Ал жел күнді көмекке шақырады. Күн көлдер мен өзендерді қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып аспанда бұлт пайда болады. Біраздан соң жауын жауа бастайды. Жер беті жанданып, сала береді. Балалар, сендерге тапсырма. Ертегі бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Ертедегі негізгі ойды анықта. Су болмаса, не болатын елестетіп көр, және оны айтып бер. Су, бу, жаңбыр, осы үшеуін байланыстырып, әңгіме жаза қояйық, балалар. Балалар, енді кітабымыздың 77-ші бетін ашайық. 18-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидектегі тоғайға бет алдық. Сан алуан құстар сайраған тоғайшы өте көңілді. Бұл жаттығуды балалар әдемелеп көшіріп жазамыз. Мәтінді сын есімдерді тап, олардың сын есімнің негізгі және туынды түрлерін ажырат. Қазақ тілі сабағында сын есімдермен таныстық. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейміз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Кітабымыздың 77-ші бетін ашайық. 19-ші жаттығуға назар аударайық. Шығармашылық үзіліс. Балалар, бұл жерде мақал берілген. Сол мақалды дәптерімізге әдемелеп көшіріп жазамыз. Тапсырма 20-шы жаттығу. Ойлан,
тап. Кішкентай Дархан көрген нәрсесін айтқызып жеткізе алмай тұр. Ішкі үйге бір құс ұшып кіріп, қайта шығып кетіпті. Дәл соған ұқсайтын құс Сәуле апайдың ауызғы үйіне ұя салыпты. Дарханның көрген құсы қай құс? Көмекке кел. Сол құсты сипаттап көріңдер балалар. Жарайсыңдар балалар, бүгін сабаққа өте жақсы қатысып отырдыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.